Бос орындар жәрмеңкесіне түрлі саладағы 200 ұйым өздерінің бос мамандықтарын ұсынды. Оның ішінде аймақтың кәсіпорындары, зауыттары мен құқық қорғау жүйесі, шекара қызметі мен мемлекеттік қызметтік органдар бар. 2025 жылы елімізде 186 бос орындар жәрмеңкесі өтеді деп жоспарлануда. Былтырғы жылы бұл іс-шаралардың 160-ы өткен. Олардың көптені онлайн және офлайн форматында ұйымдастырылған. Бүгін бос орын жәрмеңкелері өтіп жатыр. Бұл бос орын жәрмеңкелерінде 200-ден астам предприятиялар заявка берілді. Ойлаймыз, мыңнан астам кісі қатысады деп. Сол бұндай жұмыстар ай сайын жалғасын табады. Осы жылы біз 186 осындай ярмарка өткізейін деп жатырмыз облыс бойынша. Осылай жұмыстар. Былтыр 160-тай ярмаркалар. Ол онлайн форматта, офлайн форматта өтеді. 2024 жылы өткізілген бұл сынды іс-шаралардың қорытындысы бойынша 20 мыңнан астам адам жұмысқа орналасқан. Оның ішінде 15% бос орындар жәрмеңкесінің арқасында дейді мамандар. Аталмыш іс-шара әр ай сайын өзінің жалғасын табады деп күтілуде. В данный момент нам требуются люди на производство. Қазіргі уақытта өндіріс орнына, қағаз өнімдері фабрикасына, азық-түлік фабрикасына және жүк тасушы мамандары қажет. Сондай-ақ бізге агрономдар, агрохимиктер және сату жөніндегі менеджерлер де қажет. Біздің жұмысшыларға арнайы қызметтік көлік қарастырылған, сонымен қатар кәсіпорын аумағында асхана бар. Бізде ресми жұмысқа қабылдау жүргізіледі, яғни Қазақстан Республикасы заңнамасына сәйкес еңбек шарты рәсімделеді. Бос орындар жәрмеңкесінде мобильді мансап орталығы да ұйымдастырылды. Онда жұмыссыз адамдар мемлекеттік қолдау туралы ақпарат ала алады. Мамандар жұмыспен қамту және өз ісін ашқысы келетіндерге көмек көрсету бағдарламалары туралы да айтып берді. Жаңадан басталған кәсіпкерлер үшін гранттар және қаржылық және консультациялық көмектің басқа да нысандары көзделген. Биыл облысқа кәсіпкерлік белсенділікті ынталандыру және жаңа жұмыс орындарын ашу үшін 270-ге жуық грант бөлінген. Өткен жылын айтатын болсақ, қорытынды бойынша 20 мыңнан астам жұмыс орынға орналастырды. Айтады ғой, карьерный центрлармен осы облыс бойынша. Соның ішінде айтуға болады бір 10-15% осы ярмарканың арқасында жұмысқа өз жұмыстарын тапты. Бұл жұмысты сразу айтуға болмайды. Бүгін кісі келіп қарайды, танысады вакансиялармен. Бүгін тұрмаса да ендігіде ол бір жұма ма, 2 жұмадан ол өзінің жұмысын табады. Сол себептен ол бір күндік жұмыс емес, бүгін келдім, бүгін жұмысқа орналастырылдым деп. Сол жалпы ол істеп жатқан жұмыстар ол жылдың қорытындысымен ғана қорытындылуға болады. Солтүстік Қазақстан облысында 2024 жылы 8 бос жұмыс орындар жәрмеңкесі өткізілді. Олар көптеген жұмыс іздеушілерді де, жұмыс берушілерді де тартты. Бұл іс-шаралар әртүрлі салада жұмыс табуға мүмкіндік беретін негізгі жұмыс алаңына айналды. 2025 жыл жұмысшы мамандықтар жылы деп жарияланғанын ескере отырып, мұндай іс-шараларды ай сайын өткізу жоспарлануда. Азат Құрмаш, Асар Ербұлан, Первый Северный телеарнасы.